Жасаған беляшыларыңыздың ортасы піспей, шикі болып шығып жатса, майға түскен кезде ашылып кететін болса, онда осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға тұз, қант, жылы сүт, жылы су, сары май, ашытқы, майонез салып араластырамыз. Алдымен ұнның жартысын салып жақсылап араластырып аламыз, одан кейін қалғанын салып тығыздау қамыр илейміз. Бетін жауып 45-50 минутқа жылы жерге көтерілуге қоямыз. Қамыр көтерілген соң 80 граммнан бөліп аламыз, сонда 17 дана беляши шығады. Әрқайсысын дөңгелек пішінде жасаймыз да бетін міндетті түрде жауып 20 минутқа расстойкаға қоямыз. Салмасына майлы фарш, үстіне пияз салып, тұз қосып, дәміне қарай қара бұрыш қосып, араластырып, кішкене су қосып тағы да араластырамыз. Бірден 4 данадан жасаймыз беляшиді. Астынан үстіне қарай қамырды аударамыз да тек қана ортасын басып шығамыз. Салмасына әрқайсысына біраз қасықты толтырып салып шығамыз. Қамырды түйген кезде міндетті түрде жан-жағының барлығын бір ортаға жинап, ашылып кетпейтіндей қылып жақсылап біріктіреміз. Төртеуін түйіп болғаннан кейін ең бірінші түйген қамырымыздан бастаймыз. Ортасынан түйілген жерінен бастап жаймен басып дөңгелек форма шығарамыз. Әдемілеп жаймен басып шығамыз. Сол кезде осындай бізде әдемі дөңгелек форма шығады. Осылайша барлығын расстойкаға 20-25 минутке қоямыз, міндетті түрде бетін жабамыз. Алдымен майды қыздырып аламыз, содан кейін орташадан төмен баяу отта пісіріп аламыз екі жағынан. Қамырды бірінші салғаннан кейін 3-4 секундтан кейін қамырды екінші жаққа аударамыз. Сосын асты қызарғаннан кейін үстіне қарай аударып кезекпе-кезек пісіріп отырамыз. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.